Бұл видео арнайы заңды түрде құқығы жоқ. Мен заңгер емеспін. Егер де сіздерге заңгердің консультациясы керек болса, заңгерге хабарласып, өздеріңіздің мазалаған көкейдеріңіздегі сұрақтарды қойып, соған жауабын алыңыздар. Бұл тек менің өзімнің басымнан өткен тәжірибем, менің өзімнің ойым, сіздерге бөлісіп отырмын. ақш-қа келгеннен кейін сіздің жұмысқа орналасып жұмыс істеуіңіз онсыз да белгілі. Соған байланысты сіздің қандай жұмысқа қалай орналасуыңыздың сіздің келген жолыңызға тікелей байланысты. Егер де сіз грин карта ұтып келген болсаңыз, онда барлық құжаттарыңыз бар. Өзіңіздің қалаған, ойлаған жұмысыңызға кіруіңізге мүмкіндік өте жоғары. Ал егер де басқа жолмен келген болсаңыз, сізде Social Security нөмір және Employment Authorization карт, яғни жұмыс істеуге рұқсат деген картаңыз болмаса, заңды түрде жұмыс істей алмайсыз. Бірақ та көптеген мигранттар дайын ақшаға жұмыс істейді. Ол негізінде сіз мувингке, констракшнға, телефон связь, яғни вышкаларға, немесе складтарда дайын ақшаға жұмыс істеуіңізге мүмкіндік болады. Бірақ та көптеген компаниялар, көптеген жұмыс берушілер дайын ақшаға келісе бермеуі де мүмкін. Соған байланысты егер де сіз заңды түрде жұмыс жасағыңыз келсе, өзіңіздің атынан Америкада компания ашасыз. Ол яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе жеке кәсіпкер ИП болуы мүмкін. Оны арнайы порталдан онлайн түрде компания ашылады. Ол жеке тақырып болып саналады. Компания ашқаннан кейін, сол компанияны жүргізу арқылы, сол компанияның шотына барлық өзіңіздің кірістеріңізді көрсетіп отырасыз, және кейін жылдың соңында сол компанияның атынан сіз салық төлейсіз. Сонда сіз заңды түрде істеген болып саналасыз. Жұмыста көбінесе сізге сағатымен төлейді. Сағаты ең арзаны $15 басталады. $15 шексіз кете береді. Ол қалай келісетініңізге байланысты. Бірақ та алғашында сізге ондай жоғары баға бермеуі мүмкін. Сол ең арзанғы, ең төменгі бағамен келісіп жұмыс жасайсыз. Ең бастысы жалқаурамай кез келген жұмысқа кіріп кету. Себебі көптеген адамдар мен ана жақта бастық болдым, мен ана жақта бизнесмен болдым, бұнда мен бұны жасамаймын, ананы жасамаймын деген сияқты өз-өзіне шектеу қояды. Кедергілердің салдарынан қиын жағдайларға тап болып жатады. Сондықтан егер де келген кезде документтеріңіз болмаса, қандай бір жағдаймен дайын болмай жатқанда, кез келген жұмысқа бірден кірісе кеткеніңіз әбден дұрыс. Мувинг деп отырғанымыз ол көшу. Бұл американдықтар өте көп көшеді. Сол көшу қызметіне сіздің көмектесуіңіз. Ол мувингте сізге сағатымен төлейді. Сағатымен қалай келісетініңізге байланысты қазіргі уақытта кем дегенде $18 басталады. Яғни ол хелпер болсаңыз, ал егер машина айдайтын драйвер, формен болсаңыз, онда $20 төлейді. Ол жұмыста кез келген көтересіз, кез келген мебельді көтеріп, жоғары 3-ші қабатқа шығарып, 2-ші қабаттан түсіріп деген сияқты физикалық өте ауыр жұмыс. Бірақ ақшасы аз да болса да таза еңбекпен табатын жұмыс. Construction ол яғни үйдің ішкі ремонты. Ремонт қазақша есіме түсті. Үйдің ішкі ремонты. Онда сіз егер бұрын істеген болсаңыз, тәжірибеңіз көп болса, сізге $20-25 төлейді. Ол жерде кез келген жұмысты жасайсыз. Яғни алғашында сізде егер тәжірибеңіз болмаса, көмекші ретінде кіресіз. Көмекші, стройкада көмекші деген ол барлығыңызға түсінікті шығар, қандай жұмыс екені. Ол да жеңіл емес, бірақ таза еңбекпен нәпағаңызды табуға болады. Келесі ол телефон коммуникациялық жүйелері, яғни жоғарыда орналасқан антенналарды сіздер қандай бір ақау болса соны реттеп, дұрыстап, қателіктерін және де антенналарды, яғни ақаулықтарын дұрыстап, интернет жүйесінің қателігін жөндеу.
онда сіз жоғары биікке шығып жұмыс жасайсыз, және ол күніге ақша төленеді, күніне 200-ден 250 доллар төлейді. Келесі сіз орналасуға болады, ол складтарда, мысалы үлкен складтарда жүктерді коробкасына салу, коробкасынан алып, реттеу, сортталау деген сияқты қатты ауыр емес. Онда бағасы 15-18 доллардан сағатына басталады. Ал егерде қыздарға келетін болсақ, қыздар көбінесе бала бағатын, үй тазалайтын жұмыстарға кіреді. Онда сағатына сол 15-20 доллардан басталады. Көптеген келетін адамдардың барлығы сондай алғашқы кезде өздерінің маңызды құжаттары болмағандықтан сол жұмыстарды атқарады, сол жолмен жүріп өтеді. Ең бастысы, алғашқы кездерде қандай жұмыс болса да ерінбей жалықпай, маңдай теріңізбен адал, заңды түрде тапқан табысыңыз, кәсібіңіз барлығына жетеді. Жүре көш жөнделеді кіші. Сіз жүрген сайын білесіз, үйренесіз, танисыз. Оған байланысты алғашқы кездегі қиыншылыққа ешқашан мойын сұнбаңыз. Ең бастысы, уақытылы барлығын істеп, уақытымен документтеріңізге уақытымен мән беруге жет. Себебі көптеген адамдар Америкаға келгеннен кейін, менде уақытым бар, әлі уақыт көп деп созып жүріп, заңды түрде жүрген статусынан айырылып қалады. Егер де ондай статустан айырылып қалсаңыз, кейін оны басқа статусқа өзгерту өте қиынға соғады. Сол себепті уақытыңызды өте тиімді пайдаланып, бірінші маңыздысына өте мұқият мән беру қажет. Сіздің арнайы уақытыңыз бар, сол уақыттарда арнайы құжаттарыңыздың барлығын толығымен өткізіп, дұрысымен заңды түрде жүрсеңіз, барлығы іске асады. Егер де сіз туристік визамен келген болсаңыз, шекарадан өткен кезде шекарадағы офицер сіздің I-94 деген формаңызға қанша уақытқа заңды түрде жүруге болатын уақытын белгілеп береді. Ол I-94 формасын алатын ссылканы астына белгілеп қоямын. Сол ссылкадан көріп, сіз өзіңіздің заңды уақытыңызды білгеннен кейін сол уақыттың ішінде документіңізді беріп тапсырып үлгеруіңіз қажет. Негізінде бұл көп жағдайда 6 ай уақыт береді. 6 айдың ішінде, яғни сіз 5 ай жарым уақыттың ішінде көші-қон полициясына статусыңызды өзгертетін документіңізді беруіңіз қажет. Егер де Мексикамен келген болсаңыз, сіз 1 жылдың ішінде документіңізді беруіңіз қажет, бірақ та көп созбай, қаншама жылдан бересіз, соншама тек сізге ғана тиімді, пайдалы. Ол форма I-580 I-589 деген форма болып саналады. Арнайы уақытыңызды белгілеп, уақытылы бүкіл құжаттарыңызды толығымен тапсырып жүрсеңіз, тапсырып іске асырсаңыз, ешқандай қиыншылығы болмайды. Ал егер де сіз студенттік визамен келетін болсаңыз, ол сізге заңды түрде жұмыс істеуге аптасына 20 сағат уақыт беріледі. Ол тек өзіңіздің университеттің кампусында ғана. Басқа жаққа барып, сыртқа шығып, сіз заңды түрде жұмыс жасай алмайсыз. Себебі сіздің статусыңыз студент болғандықтан, студенттерге өзінің кампусынан жеке жұмыс жасауға болмайды. Соған байланысты алғаш келерде, өз еліңізден келерде, қайсы штатқа, қайсы қалаға, қайсы жерге қалай келетініңізді және қандай жұмысқа тұратыныңызды жақсылап біліп келіңіз. Бұнда келгеннен кейін бірден жұмысқа орналасып кетуіңіз қиындау болуы мүмкін, және де ұзақ уақыт алып қалуы да мүмкін, қандай бір жағдайлар болуы мүмкін. Соған байланысты алдын ала көптеп информация біліңіз, оқыңыз, келетін қалаңыздың Telegram группасына, Facebook группасына, барлық группаларына кіріп, содан сұраңыз, жазыңыз, көптеген ақпараттар алыңыз. Видеоны қорытындылайтын болсақ, бірінші,
келетін штатыңызды, қалаңызды толығымен біліп, зерттеп анықтаңыз. Екінші, қай уақытта келетініңізді нақтылығымен біліңіз. Жазда, қыста, көктемде, күзде, қайсы мезгілде бірден келіп жұмысқа тұрып орналасып кететініңіз жоғары екенін біліңіз. Үшінші, келетініңізге алдын ала ұзақ уақыттан бері дайындалыңыз. Төртінші, бүкіл Telegram, Facebook группаларға кіріп, не жайында, не сұрағыңыз келеді, не білгіңіз келеді, барлығын жазыңыз, біліңіз, және де блогерлер комментарий ретінде сұрағыңызды жазыңыз. Келесі, қандай визамен келіп, қалай ол визаңызды тұрақты тұруға болатын рұқсатқа ауыстыру туралы біліңіз. Оны қалай ауыстыратыныңызды біліңіз. Адвокат арқылы, паралегал арқылы, немесе өзіңіз жасайсыз ба, соны алдын ала жоспарлап біліп оқыңыз. Егер өзіңіз жасайтын болсаңыз, көптеп оқып, көптеп білу қажет болады. Адвокат болатын болса, бағасы өте қымбат болады. Соның барлығын біліңіз. Және де ең бастысы шыдамды болыңыз, алған мақсат қойыңыз, ұмтылыңыз, бәрі іске асады.